Сәлеметсіздер қадірмен көрермен, сіздер IT сервис күзет каналындасыздар. Көптен бері бізде каналымызда видео сабақ болмады, яғни видео түсірмедік. Енді қиындықтар болып жатыр. Қазіргі жағдайда қазір таңда бізде елімізде карантин болып жатыр. Бір жағынан жұмысқа да шықпастан үйде отырмыз барлығымыз, барлықтарыңыз білесіздер. Сонымен бүгін бұл видео сабақта біз сіздермен бірге iPhone телефонына iPhone'ның өзінен iCloud ашылмаса қалай iCloud ашуға болатындығын үйренетін боламыз. Яғни сіз iPhone телефоныңызда iCloud ашайын десеңіз, қандай да бір қиындықтар туындауы мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, жазулар шығады ішіне, выход на iPhone деп создать Apple ID деп басатын болсаңыз, iPhone'да это устройство не может создать iCloud деген сияқты нәрселерді, не удается создать iCloud, вы можете создать iCloud на сайте appleid.com деген сияқты сайттарда айтып жатады. Немесе телефонда бесплатных iCloud уже открыл, достаточно создано деген сияқты нелермен айтып жатады. Яғни сол қолыңыздағы iPhone телефонның өзімен iCloud ашайын десеңіз, онымен мүмкіндік болмайды сізде. Аштырмайды бұл айтқанда iPhone. Сол мәселені қалай шешуге болады, яғни iPhone телефонынсыз қалай iCloud ашуға болады, сол жайында бүгін біз көретін боламыз, үйренетін боламыз. Ол үшін енді көріп отқан болсаңыздар, біздің жағдайымызда мына ноутбук, яғни біз компьютер арқылы ашайын деп жатырмыз. Егер сіздерде мүмкін компьютер жоқ болса, барлықтарыңызда қолдарыңызда кәдімгі смартфон телефонмен ашсаңыздар болады. Сол iPhone'ның өзімен ашуға болады. Және кез келген бір телефон, яғни браузерге кіретін болса болды. Ол үшін келіңіздер біз браузерге кіреміз. Браузерде сіздерге керек болатыны бірінші орында электронды почта керек болады. Яғни біздің жағдайымызда бұл Mail.ru болып тұр. Барлығымыз кезінде қолданған ВКонтактіге дейін қолданғанымыз көбінше осы агент болды, барлықтарыңыз білесіздер. Кешірім сұраймыз, кішкене сырқатталып қалып едік, тұмау ұратып. Мінекей, бізде алдынан электронды почта ашылған. Яғни сізде өзіңізде электронды почта бар болса, соны қолдансаңыздар болады. Яғни ол міндетті түрде Mail.ru болу шарт емес, сізде Gmail болу мүмкін, Google аккаунт, бұл айтқанда. Google менен осы Mail.ru-дің екеуін қолдансаңыздар болады. Мінекей, Gmail немесе Mail.ru ашып болған соң, сіздер осылай ашып қоясыздар, және мына екінші бөлікте сайтқа сіздер найдите в Google или введите адрес деп тұрған бізде. Осы жерге сіздер appleid.apple деп жазасыздар, яғни appleid.apple.com деген сияқты. Енді ол бізде закладка сақталып тұр, біз осыған дереу кіре қоямыз. Мінекей Apple ID управляет учетной записью Apple. Яғни бұл жерде біз қай жерге басамыз, бұл жерде жоғарғы жақта мына жерде создание Apple ID деген болады. Осыған кіресіздер. Қазір мен сіздерге не айтып кетейін. Мына электронды поштаны ашуды сіздерде ешқандай бір қиындық туындамайтын шығар деген ойдамыз. Mail.ru-дан қазір электронды пошта ашу өте оңай. Немесе Google аккаунт, яғни Gmail, Google-дің сервистерінен де ашу оңай. Электронды пошта ашу сіздерге қиындық туғызбайтын шығар деген ойдамыз. Егер түсінбейтіндеріңіз болса, араларыңызда енді үлкен жастағылар болса, түсінетін адамдарға жүгінсеңіздер болады. Яғни өзіңіздің бауырыңыз, ініңіз, балаңыз, бала-шағаңыз деген сияқты. Осында электронды пошта міндетті түрде керек болады. Өйткені бізге осы электронды поштаға қазір код келеді. Сол кодты алу үшін. Мінекей, создание Apple ID дегенге біз бастық жаңағы, создание Apple ID. Және мына жерден ол бізге iPhone телефондағыдай шығады. Біздің енді каналымызда видеолар бар ғой, солар сияқты. Мына жерде одного Apple ID достаточно для доступа ко всем сервисам Apple, яғни енді мына жерге сіздер өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып шығасыздар. Біз енді оны әрине клиентке жасап жатырмыз. Клиенттің аты. Келіңіздер біз олай жасай салайық. Мына жерде біз нелеріміз тұр. Бұл жердегі пароль ештеңені біз көрсетпейміз, бірақ сосын жауып қоямыз. Мына жерде страна, регион дегенде Қазақстанда тұрмыз ғой біз, бірақ осы Россия деген күйінде тұрғаны қалдырғанымыз дұрыс. Өйткені
сонда бізде Apple ID жаңағы Россияға ашылған болғанымен App Store'ымыз ағылшын тілінде болмайды сонда. Орыс тілінде тұрады. Дата рождения 18-10-1996 дейді. Енді мына жерге өздеріңіздің iCloud-тарыңыздың несі қалай айтқанда ашқасыздар. Яғни iCloud болғанда бұл жерге сіздер жаңа поштада ашылған не бар ғой, соны жазасыздар. Яғни біздің жағдайымызда ашылып қойған пошта бар. Ол бізде ашылып қойған Ахмаржан деген қарындасымыздікі. Оны біз осы жерге көшіріп, мына жерге қоя қоямыз. Және пароль. Парольді біз алдын ала жазып көшіріп қойған болатымыз. Енді оның барлығы сіздерге көрінбейді, бірақ оны біз көрсетпейміз. Мына жерге пароль деген жерге жазып шығасыздар. Егер енді сіздерді біздегіден компьютермен алдын ала жазып қойған болсаңыздар, оны көшіріп аласыздар да мышкаменен, білетін жақсылар жақтарын айтудың қажеті жоқ. Подтвердить парольге екінші рет тағы да жазасыздар. Одан кейін контрольный вопрос. Контрольный вопрос. Имя лучшего друга. Контрольный вопрос 2. Работа вашей мечты. Вопростың үшіншісіне имя вашего руководителя деген сияқты. Осы жерлердің таңдап, және ол жерге өздеріңіздің ответтеріңізді жазып қоясыздар. Оны бізде көрсетіп беруге тырысамыз оны. Кешірім сұраймыз, енді жөтеліп қалдық. Өздеріңізге ыңғайлы болған бір нені жазып шығасыздар, болды. Міне осылай ашып жазып шықтық. Мына жердің барлығы. Енді барлығы сіздерге көрсетпейтін қыламыз. Енді біреудің затын сіздерге көрсете алмаймыз. Мінекей пароль несін барлығын біз жаздық. Сол сіздер жаңа ашқан осы поштаның осы ашылған Mail.ru-дағы немесе Gmail-дағы ашылған электронды поштаның адресімен iCloud-ның адресін бірдей қылып, және паролінде бірдей қылсаңыздар болады. Сонда ұмытпайсыздар сонда. Енді мына жерге ответтің барлығын жазып шыққан соң, введите символ изображения деген бар. Осы жерде, мына жазылып тұрған жерде біз бұны жаза алмаймыз, өйткені мына жерде біз новый код деп бұны жаңартамыз. Өйткені бұл жарамай қалады қазір. Новый код. Және мына жерге осы сіздерде шыққан кодты жазасыздар. Егер телефонда шықса, телефонын ашып жатсаңыз, телефонда шыққан сол жанындағы суретті жазып шығасыздар. Және төменіне түсіп продолжить дегенді басамыз. Дұрыс болмай қалды ма деймін. Жарайды. Продолжить. Неге өйтіп жатыр? Неке көріңіздер ғой. Дұрыс болмай жатса, жаңағыдай қайта-қайта не шығарды. Одан кейін для создания Apple ID подтвердите адрес электронной почты дейді. Яғни біздің жаңағы біз Gmail немесе Mail.ru-дан ашқан болсаңыздар, сол Gmail-ға сіздерге код барады. Сол кодта 6 цифрдан тұратын кодты мына жерге сіздер жазып шығасыздар. Бізде Apple-дан келіп тұр поштамызға. Осы поштаға кіріп, сол жерде келген 6 цифрды кодты көшіріп аламыз. Мышканың сол жағын, оң жағынан басып, копировать. Және оны мына жерге выставить етіп көрейік. Мінекей выставить етілді. Және продолжить дегенді басамыз. Ол жерге сохранить етесіз бе дейді. Бізге не сохранять қазірше, ол бізге керек емес. Мінекей қараңыздар, бізде Apple ID ашылды. Қараңыздар, барлығы ашылып тұр. Телефонынан қалай компьютерменен Apple ID ашып болған соң, iPhone телефонынан қалай дұрыс жазу керек, App Store'да қалай дұрыстау керек.
сол жағын көрсететін боламыз. Мінекей, сіздер телефон настройкасына кіресіздер. Және жерде выход на iPhone дегенге басып, сіздер мына жерге жаңа ашқан iCloud-пен оның паролін жазсаңыздар да болады. Кіріп кетеді, iCloud-тарыңыз қосылады. Енді егер сізге iCloud қолдану қажет болмаса, тек қана сізге жаңағыдай WhatsApp, Telegram сияқты заттар керек, яғни приложениялар керек, маған Instagram тартуым керек деген сияқты, YouTube көремін десеңіз, онда дереу iTunes Store, App Store деген төменге түсесіздер де, осы жерге жаңағы ашылған iCloud-тарыңыз деген сіздердің iCloud-тарыңыз ашылып қойды. Осы жерде YT дегенге басасыздар. Және мына жерге өздеріңіздің жаңа ашқан, жазған iCloud-тарыңызды жазасыздар. Біздің жағдайымызда ол қалай еді? Қазір яғни бізде жазылғаннан кейін мына жерде YT дегенді басамыз. Мінекей. App Store-ға біз қазір тіркеліп жатырмыз. Яғни App Store-ның настройкасын дұрыстап жатырмыз. Мына жерде қараңыздар. Этот Apple ID предназначен для покупки в iTunes Store только данная страны или регион Россия дейді. Вы будете перенаправлены в указанный магазин дейді. Окей. Яғни App Store-ыңыз сіздің орысша болады дейді. Окей. Байқаған болсаңыздар, бізде ол дереу орыс тіліне ауысып кетті. Мына жерден дальше. Мына жерде геоданные бізге қазір қажет емес. Разрешение берсеңіздер де болады, запрет қойсаңыздар да болады. Мінекей бізде App Store орыс тіліне ауысқан. Қараңыздар, поиск. Поискқа басамыз, және мына жерден қазір біз WhatsApp-қа кірейік. Енді біздің Қазақстанда көпшілік WhatsApp-қа кіреді ғой. WhatsApp-қа басамыз, және мына жерде загрузить дегенді таңдаймыз. Біз енді жаңа парольді біз жазғанымызда, әрине оны біз көшіріп алғанбыз. Енді кішкене күтеміз. Установить. Және мына жерге жаңағы қазір осы App Store-ға жазған магазиннің, яғни Apple ID-дің паролін сұрап жатыр. Парольді тағы бір рет енгіземіз. Мына жерде басып тұрсақ, бізді вставить деп. Яғни біз оны көшіріп алғанбыз. Көшіріп алсаңыздар, сіздерде де осылай шығады. YT. Яғни вставить-ті басып тұрсаңыз, мына жерде вставление болады. Мына жерде готово. Және мына жерден этот Apple ID еще не используется в iTunes Store дейді. Бұл жерде осы бізге керек еді. Яғни App Store-да біз енді настройкасын дұрыстаймыз. Осы жерден просмотреть дегенді басамыз. Яғни Apple ID ашылғанымен App Store-да дұрысталған жоқ. Яғни App Store-ға ол дұрыстап орналасқан жоқ деп айтсақ болады. Кішкене күтеміз енді, загрузка болып жатыр. Және мына жерде Россия деп тұр бізде, App Store-ның настройкасы. Яғни мына жерде құлыпты былай қосамыз, жасылға ауыстырып, далее дегенді басамыз. Енді дәл осы настройка біздің алдыңғы iPhone-дарға iCloud ашу тәсілдерін көрсеткен видеоларымызда бар. Негізінде сол жақта бар, бірақ бұнда да соны толығырақ көрсете салайық деп жатырмыз. Және мына жерде нет дегенде өзі автоматты түрде бізде тұр. Егер сіздерде кредитный или дебетный мобильный телефон дегенде галочка тұрған болса, астына нет тұрған болса, осы нетқа сіздер бұлай қоясыздар. Яғни мына жерде тұрған болса, осыны сіздер нетке ауыстырасыздар. Одан кейін аты жөндеріңіз дереу шығып тұр екен мына жерде. Одан кейін адрес обязательно поле деген жерге өздеріңіздің тұрған жеріңізде жазсаңыздар болады. Біздің жағдайымызда біз жаза салайық Абай деп. Енді Абай атамыздың енді атынан қойылған ауылдар, көшелер көп қой. Городқа да Абай дей салайық. Абай қаласы бар ма білмейміз енді. Индекске 1-ден 6-ға дейін болған санды жазып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Телефонға кез келген сан оғанда.
Енді міндетті түрде өзіңіз телефон жазуыңыз шарт емес. Мінекей. Енді жерде далее. Енді біз үйде түсіріп отырмыз видеоны. Apple ID создан дейді. Продолжить. Загрузить тағы бір рет басып көреміз. Ол бізден тағы да пароль сұрауы мүмкін. Әрине, міндетті түрде сұрайды. Вставить, войти. Яғни осы App Store'да жаңағы настройкасын бәрін бітіру үшін готово. Осылай App Store'ға кіріп, бір нәрсені жүктеп көру керек. Яғни скачать етіп көру. Сонда скачать еткен кезде просмотреть деген шығады. Енді мына жерде запрашивать пароль для других покупок на этом устройстве дегенде біз запрашивать через 15 минут деген, яғни 15 минут деген таңдайсыздар. Енді кішкене күтеміз. Қазір загрузка жүрген кезде біз тағы бір фишкасын көрсетеміз қазір. Міне загрузка жүріп жатыр бізде, қараңыздар. Енді домойды бір рет басасыздар. Настройкаға кіреміз. Осы iTunes Store, App Store дегенде настройка пароля дегенге кіреміз. 15 минут дегеннен галочка тұр. Запрос пароля дегенде біз өшіріп қоямыз. Бұл не үшін бізге керек? Келесіде біз App Store'дан приложение скачать ететіңізде, бізден скачать еткеніңізде бізден пароль сұрай бермейді. Бұл сол үшін. Егер сізде отпечатка пальц істейтін болса, мынаны қоймасаңыз да болады. Яғни отпечатка пальцпенен скачать ете берсіз. Енді біздің қолымызда iPhone 6, бәлкім сізде iPhone 10, 11 болуы мүмкін. Және мына жерде автоматик загрузка деген жерде программа дегенде қосып қоя салыңыздар. Енді артқа қайтамыз. Енді қарасаңыздар, мына жерде Ахмажан Бегалиева деп, яғни жаңа біз ашқан клиентіміздікі тұр. Және бұл жерде iCloud қосылған жоқ, бірақ iTunes App Store істеп тұр, бірақ iCloud өшіп тұр. Енді сол iCloud-қа кіріп, сіздер начать использовать iCloud деген таңдасаңыздар да болады. Мына жерде осыны баса саласыздар. Біз ары қарай негізінде жұмыс жасап кетеді. Керекті мәліметтерді біз сіздерге тегін бере алдық деген ойдамыз. Өйткені мұның барлығымыз тегін көрсетіп жатырмыз. Сонымен, егер де видео сіздерге ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап береміз. Келесі видеоларда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.